Сәлеметсіңдер ме, құрметті 3 сынып оқушылары. Математика пәні 148 сабақ есептер шығару. Сен шамалардың өзара тәуелділігіне есептер шығарасың. Аулада демалу мәдениеті. Бірінші тапсырмаға назар аударайық. Шамалар үшбұрышына қара. Төмендегі есептер шығару үшін олардың қайсысын қолданасың? Нөмір жазылған дөңгелектерді тиісті үшбұрышқа сүйреп апар. Аулаға ұзындығы 9 метр және ені 7 метр балалар алаңы салынды. Балалар алаңының ауданы қандай? Ауданын табу үшін балалар біз не істейміз? Дұрыс айтасыңдар. 9 көбейтілген 7 63 метр квадрат. Яғни балалар алаңының ауданы 63 метр квадрат екен. Ендеше ол бізде қайсына барады? Дұрыс айтасыңдар. С-қа барады. Келесін қараймыз балалар. Ауладағы бір орындықтың бояуға 320 грамм бояу жұмсалды. Осындай 3 орындықты бояу үшін неше грамм бояу қажет? Бұл жерде не істейміз балалар? Дұрыс айтасыңдар. 320-ны 3-ке көбейтеміз. Қанша болады? 960 болады. Ендеше бұл қайсына барады? Дұрыс айтасыңдар. Жұмысқа барады, яғни М көбейтілген С-ға барады екен. Жарайсыңдар балалар. Келесін оқимыз. Бір банка бояудың массасы 180 грамм. Осындай 4 банкада неше грамм бояу бар? Ендеше бұл жерде не істейміз балалар? Дұрыс айтасыңдар. 180-ді 4-ке көбейтеміз. Қаншаға тең болады? 720-ға тең болады. Ендеше бұл да біздің М көбейтілген С-ға барады екен. Яғни бұны да біз үшінші үшбұрышқа алып барады екенбіз балалар. Жарайсыңдар. Ал кәне балалар, жауабын тексеріп көрейікші. Дұрыс жауап берген екенбіз. Екінші тапсырмаға назар аударайық. Кесте бойынша есеп құрастыр, оны шығар. Бағасы 75 теңгеден 6 дана. Құны белгісіз. Барлығы белгісіз. Бір заттың бағасы 104 теңге, 5 дана. Құны белгісіз, яғни барлық сумасын табуымыз керек. Ол үшін не істейміз балалар құнын табу үшін? Дұрыс айтасыңдар. 75-ті 6-ға көбейтеміз, 104-ті 5-ке көбейтеміз. Шыққан мәндерін қосамыз. Сонда жалпы құны шығады. Ендеше балалар орнымызда отырып шығарып көрейік. Есепті шығарып болсақ, тексеріп көрейік. 75 пен 6-ның көбейтіндісі 450-ге тең, 104 пен 5-тің көбейтіндісі 520-ға тең, 450 мен 520-ның қосындысы 970-ге тең. Жалпы құны 970-ге тең болады екен. Барлығымыз осылай шығардық деп ойлаймын. Балалар, енді екінші есептің тапсырмасын орнымызда отырып шығарып көрейік. Кесте бойынша есеп құрастырып, оны шығар және бірге отырып тексереміз. Балалар, екінші тапсырманың әсін шығарып болсақ, бірге отырып тексерейік. Йогурт 125 граммнан белгісіз грамм, айран 250 граммнан 1 дана. Жалпы құны 1000 теңге. Ендеше балалар, біз йогуртты табу үшін бірінші жалпы құны 1000 граммды бөлеміз 250-ге. Сонда бізде йогурттың 4 дана екені белгілі болды. Енді 125-ті 4-ке көбейтсек 500 грамм. Ендеше йогурттың жалпы массасы 500 граммға тең болады. Барлығымыз есепті осылай шығарды деп ойлаймын. Үшінші тапсырмаға назар аударайық. Есепті шығар. Ауладағы теннис ойнайтын үстелдің ауданы 192 квадрат метр. Егер ені 8 метр болса, онда үстелдің ұзындығы қаншаға тең? Ендеше балалар, үстелдің ұзындығын тауып көрейік. Сосын бірге тексереміз. Балалар, үшінші тапсырманы шығарып болсақ тексерейік. Ауданы 192 квадрат метр. Ені 8 метр. Табуымыз керек үстелдің ұзындығын. Ұзындығын табу үшін 192-ні бөлеміз 8-ге, 24 метр. Ендеше балалар, жауабы үстелдің ұзындығы 24 метрге тең. Төртінші тапсырмаға назар аударайық. Суретке қара.
ауладағы құм салынған қоршаудың периметрін есепте. Қолайсыз ауа райында бетін жабатын материалды дайындау үшін оның ауданын тап. Кәне балалар, бірге отырып шығарып көрейік. Балалар, төртінші есепті тексерейік. Суретке қара. Ауылдағы құм салынған қоршаудың периметрін есепте. Қолайсыз ауа райында беті жабатын материал дайындау үшін оның ауданын тап. Периметрін тауып көрейік. Периметрін табу үшін балалар 15-ке 9-ды қосып 2-ге көбейтеміз. 48 дециметр. Ауданын табу үшін 15-ті 9-ға көбейтеміз. 135 квадрат дециметрге тең екен. Жауабы: қоршаудың периметрі 48 дециметр. Қажетті бетін жабатын тіктөртбұрыш материалдың ауданы 135 квадрат дециметрге тең. Бесінші тапсырмаға назар аударайық. Кесте бойынша есеп құрастырып, оны шығар. Бағасы 45 теңге, саны 8, құны белгісіз. Бағасы 64 теңге, саны 6 дана, құны белгісіз. Жалпы құны белгісіз. Енді балалар, бір құнын табу үшін біз 45-ті 8-ге және 64-ті 6-ға көбейтеміз. Шыққан сандарын қоссақ, жалпы құнның қанша екені табамыз. Ендеше балалар, орнымызда отырып шығарып көрейік. Бесінші тапсырманы тексерейік. 45 көбейтілген 8 360, 64 пен 6-ның көбейтіндісі 384, 360 пен 384-тің қосындысы 744. Жалпы құны 744 теңгені құрайды екен. Тапсырмаға назар аударайық. Аулада балалар белтемірге тартылудан жарысты. Кестені қара. Балалардың әрқайсының барлығы неше рет тартылғанын тиімді тәсілмен есептеп сұрақтарға жауап бер. Санат 12, 11, 18 барлығы 41 рет тартылды. Асқар 17, 16, 13 барлығы 46 рет тартылды. Қайрат 16, 14, 17 барлығы 47 рет тартылды. Балалардың қайсы белтемірге көп тартылды? Қайрат, дұрыс айтасыңдар. Басқа балалар одан қаншалықты кем тартылды? Екінші орын алған бала 1 ұпай қалып қойды, ал үшінші орын алған бала 6 ұпай қалып қойған екен. Балалар, 6-шы есептің әсіне осыған ұқсас өзіміз есеп құрастырып көрейікші. 7-ші есеп бізде балалар тапқырлыққа берілген есеп екен. Дұрыс жауапты белгіле. Бірінші альбомда 26 фотосурет, ал екінші альбомда 32 фотосурет бар. Зере екінші альбомнан бірінші альбомға бірнеше фотосуретті ауыстырды. Содан кейін альбомдағы фотосуреттердің саны тең болды. Зере неше фотосуретті ауыстырды? Ал ендеше балалар, бірге отырып шешіп көрейік. 26 қосылған 32, 58 фотосурет барлығы. 58-ді 2-ге бөлсек 29 фотосурет. Әр альбомда болу керек. 29 азайту 26, 3 фотосурет. Бірінші ол кем. 36 қосу 3, 29 сурет. Екінші альбомдағы фотосурет 32 азайту 29 тең 3. Екінші альбомдағы артық фотосурет 32 азайту 3 тең 29. Екінші альбомдағы сурет. Ендеше Зере неше рет ауыстырды балалар? Дұрыс айтасыңдар балалар. 3 рет фотосуретті ауыстырған екен. Жарайсыңдар балалар. Жарайсыңдар балалар. Сендер бүгін өте жақсы жұмыс жасадыңдар. Сау, саламатта болыңдар.